Ассаламу алейкум, амансыз ба? Қайырлы таң дейді шығармын, себебі қазір таң, дәл қазір менде, сізде бәлкім кеш шығар, бәлкім түс уақыты шығар. Қалай болса да қайырлы болсын. Маңызды тақырып бастамақшымын. Иншалла енді бұл каналда жалпы өмірдегі маңызды деген тақырыптарды қозғауға тырысамыз. Жеке өзіміз тәжірибемізге сүйенеміз, әрине мүмкіндігінше, білгенімізше, бәлкім бір адамға болса да пайдалы болса, әрине біз үшін өте үлкен керемет сезім бермек, былайша айтқанда. Керемет сый сияпатымыз сол деп айтсақ болады шығар енді. Бұл тақырып не тақырып? Бұл орта тақырыбы. Егер де осыған дейінгі алғашқы видеоны көрген болсаңыз, ол видео бізде не жайлы? Жалпы таныстыру. Жалпы өзім жайлы айтып өткем. Егер әлі көрмеген болсаңыз, каналда бар. Біз кімбіз, таныстыру деген видео бар. Не жайлы канал деген сияқты. Сол видеоны көрсеңіз бәрін түсінесіз. Ал енді олай болса орта жайлы тақырыпты бастайық, бисмилля. Жалпы өзім жайлы кішкене айтқан кезде де ортаның маңыздылығын аздап айтып өткен болатынмын. Жанама түрде ақырындап оны да қозғаған едім. Жанама дегенде ортаның маңыздылығы негізі бір ең маңызды нәрселердің бірі ғой. Так, кешіріңіз, былай ауыстырайын, орта деген бірінші кезекте адамның толық қалыптасуына көмектесетін нәрсе. Енді мен тіл оқу жағынан айтайын, себебі өзімнің салам тіл болғаннан кейін тілде қалай сол нәрсені келтірейін, одан кейін жаңағы жалпы пайдасы деген сияқты әңгіме етеді. Жалпы тіл оқу кезінде орта бұл ең маңызды нәрсе. Неге? Ол видеода да айтқанбыз, алғашқы видеода да ортаны біз табиғи жолмен және қолдан жасасақ та болады. Сіз мысалы ағылшын оқисыз, оқыңыз келді делік, бастайсыз, оқыңыз келеді. Оқу үшін сізге орта керек. Өйткені өз басым жаңағы ағылшын оқыған кезімде, бастаған кезде, яғни қасымда бір дос бала ағылшынша білетін адам болды деп айттым ғой. Сол адаммен күнделікті сөйлесетін, қайта оның үстіне біздің ортақ тақырыбымыз болды, қызығатын нәрсеміз болды. Ол бала былайша айтқанда ислам жағынан қызықты, мен тіл жағынан қызықтым деген сияқты сондай ортақ тақырыбымыз болды. Сол арқылы Алланың қалауымен алдағы уақытта жаңағы ары қарай дамып, практика жүзінде нәтижеге алып келді осы нәрсе. Сол сияқты сізге де тіл оқитын болсаңыз орта керек. Ол бәлкім сіздің досыңыз болуы мүмкін, ол бәлкім курстағы бірге оқитын адамдар болуы мүмкін, бәлкім жаңағы бір үйдегі адам болуы мүмкін, маңызды емес. Ең бастысы орта керек. Бәлкім бір адам, бәлкім екі адам, бәлкім 5 адам болса да маңызды жоқ, саны жағынан да қатты маңызды емес. Өйткені бір адаммен ақ қарасаңыз, менде енді нәтиже болды Алланың қалауымен. Әрине бұл тек қана бір жағы ғана орта деген мәселенің, себебі бұл өте ауқымды нәрсе. Яғни тек қана бір адаммен күнделікті сөйлесіп беру дегенде болмайды. Неге? Себебі жан жақты болу керек. Жалпы тіл оқу деген нәрсе жан жақты жүретін процесс. Біз тіл оқу барысында жалпы жеке сабақ өткен кезде де оқушыларға әрқашан бірінші сабақтан бастап айтатыным осы. Барлық жаңағы тіл оқып бастаған кезде бір ғана жолмен оқымаңыз тілді. Мысалы, біз сабақ өтеміз, ол кісі бір оқушымен мысал үшін біз кітап бойынша, грамматика бойынша сабақ өтеміз, кітап бойынша өтеміз. Алайда ол кісі сонымен қатар ютубтан өз видео қарайды, өзінің қызығушылығына байланысты, өзінің қызығушылығына байланысты видеолар көреді, әртүрлі жаңағы контенттер көреді ютубтан, инстаграмнан, қандай әлеуметтік желі қолданса соны көреді. Онымен қоса ол өзінің өмірі жайлы жазады, мысалы үшін. Онымен қоса ол жаңағы мен өзім бәлкім басқа адамдармен болсын, WhatsApp'та кәдімгі әңгімелесіп, жазып болсын, текстпен болсын, сөйлеп болсын, аудиомен солай сөйлеседі. Бұл да практика. Яғни қарасаңыздар, 3-4 нәрсені бір уақытта қолданған кезде ғана жақсы нәтиже алып келеді осы нәрсе. Сол үшін жаңағы тек қана бір адаммен ғана емес, ол сонымен қатар басқа жақтан да, басқа әлеуметтік желі арқылы да ақпаратты, ағылшын тілін көптеп көру керек, тыңдау керек, оқу керек деп те айтсам болады.
осының бәрін жасау керек, яғни ақпаратты тұтыну керек деп айтайықшы, солай. Ал енді бұл жалпы енді аралас мәселе. Айтқаным негізінен жаңағы екі жолын айттық, табиғи жолы бар және жасанды дедік. Мысалы, біз айтайық, сізде мысалы ондай мүмкіндік жоқ. Мысалы курсқа бару, біреумен сөйлесу деген сияқты ондай адам таба алмай жатсыз, енді сөйтіп айтайықшы, мысалы жағдай болуы мүмкін. Адам таппай жатсыз, кіммен сөйлесем, кіммен практика жасасам болады деп жалғыз қалдыңыз. Не істейміз? Бұндай жағдайда жасанды деп айтамыз, қолдан жасалған орта жасаймыз. Яғни ағылшын болсын, басқа тіл болсын, аласыз да ютубты ашасыз, ағылшын тілінен видеоларды қарайсыз таңнан кешке дейін отырып. Қаншалықты уақытыңыз болады, соншалықты көресіз. Яғни мәселен мынада, таңнан кешке дейін дегенмен де солай ғана көру керек деген сөз емес. Қаншалықты уақытыңыз, бос уақытыңыз бар, соншалықты көбірек көресіз. Қаншалықты көп көресіз, яғни соншалықты тезірек нәтиже болады деп айтуға болады негізі. Сол үшін бұл орта деген сондай нәрсе. Бірінші кезекте тіл оқуға қатысты адамды кәдімгі қалыптастыратын, тілді қалыптастыратын нәрсе. Сонымен қатар, мысалы, сіз ютубтан видео көрдіңіз, ютубтан видео көрген кезде де ағылшындарды көресіз. Акцент деген нәрсе өте көп қой негізі. Британдық акцент бар, американдық акцент бар. Сол акценттердің бәрі жаңағы үнді акценті бар, мысалы аустралиялық бар, арабтардікі бар деген сияқты. Енді негізгі көп кездесетін американдық пен британдық, сол жайлы айтайық. Тыңдайсыз сондай акценттегі видеоларды көргеннен кейін акцентті естисіз ғой. Ести бергеннен кейін сіздің сөйлеуіңізге де ол әсер етеді. Өзіңіздің сөйлеу мәнеріңізге де әсер етеді. Жалпы сондай адам баласы не нәрсені көп көрсе, кіммен айтады ғой, кіммен жаңағы көп уақыт өткізсең, содан аласың. Мысалы үшін жаңағы миллионер болғың келсе, 5 миллионердің қасында жүр деген сияқты. Мысалы, болмаса сенің қасында жүрген ең көп сөйлесетін 5 адамың жайлы айтсаң, мен сен жайлы айтып берем деген сияқты неше түрлі әдемі сөздер бар ғой, енді неше түрлі. Қазіргі кітаптарда неше түрлі естіген шығарсыздар. Сол сияқты сөздердің бәрі мән мағынасының түп негізі, түп тамыры келіп осыған тіреледі. Яғни бұл да яғни сондай мәселе, орта тақырыбына кіретін нәрсе ғой. Қандай видео көрдіңіз, сондай сізде тіл сөйлеу қабілеті болады, яғни сөйлеу мәнері болады сондай. Бұл тек тілге ғана қатысты емес, жалпы кез келген өмірге де қатысты. Сіздің жалпы сөйлеу мәнеріңіз, егер де сіз мысал ретінде әлі де жасөспірім кезеңде болсаңыз, мектепте, қазір болмаса оқу кезінде болсаңыз, қазір онда бұл өте керемет, өте керекті ақпарат сізге. Яғни кімді тыңдап жүрсіз, мән беріңіз де оған. Қандай контент тыңдап жүрсіз, мән беріңіз. Қандай ақпарат естіп жүрсіз, қандай тақырыптар қарап жүрсіз, өйткені оның бәрі сіз қандай айтады ғой, не жесең сол деген сияқты, не тыңдайсың сен солсың да, былайша айтқанда. Өзіңіз қандай екеніңізді сол арқылы танысаңыз болады, яғни. Сол, яғни айтайын деген ортаға байланысты, жаңағы жасанды орта, ол сол YouTube көресіз, әлеуметтік желілерден қарайсыз, әлеуметтік желі адамдармен сөйлесесіз, мысалы посттардың астында комментарий деген болады. Сонымен қатар пікірлерді оқисыз, ютубтың астында пікірлерді оқисыз, адамдар қалай сөйлейді жалпы тілді, соны қарайсыз, жазылуын қарайсыз, болмаса тыңдайсыз видео арқылы деген сияқты. Яғни мүмкіндігінше тілді сіңіруге тырысасыз бойыңызға. Түсінікті ғой? Бойыңызға бәрін сіңіруге тырысасыз осылайша. Сонымен қатар жаңағы Discord деген әлеуметтік желілер бар, бұл енді сөйлесуге қатысты кішкене. Жаңағы шынайы тіл естеймін десеңіз, тек видеодағы бүйтіп тұрып әдемі сөйлейтін адамдар ғана емес, шынайы мына екі адамның әңгімесін естігіңіз келсе, Discord деген әлеуметтік желі бар, бұл App Store-да, жаңағы Play Store-да бар, қателеспесем, PC-да да, яғни компьютерде да бар ол. Discord деп жазсаңыздар. Соның ішінде Discord сервер деп жазсаңыздар, тіл серверлері өте көп. Бұл не? Тіл сервер деген, яғни тіл оқитын топтар деп айтайықшы. Өте көп топтар бар. Үлкен сервер болады, ішіндегі өте көп тілдер болады. Ағылшын, араб, жаңағы неміс тілі, француз тілі, испан тілі, арабша, жаңағы арабтың түрі, түрік тілінің түрі деген сияқты қазақша да болады. Кейбір шетелдіктер тіпті қазақша оқиды, былай қарасаңыздар. Сол үшін яғни
өте көп адам әлем бойынша тіл үйрену деген өте үлкен ауқымды тақырып. Сол үшін осылай бір жолы бар. Дискордтан көрсеңіз болады. Ауысайық тағы да. Дискордтан көрсеңіз болады. Шынайы адамның екі адам сөйлескені, жаңағы voice chat деген болады. Дыбыстық чат, сөйлеседі екі адам кәдімгі дауыспен. Болмаса видеомен болады. Сонда тыңдасаңыз болады. Тыңдаған кезде, яғни сіз екі адамның шынайы өмірде қалай сөйлейді, соны көресіз. Бұл енді өте мүлде басқа мәселе. Бұл шын өмірде қалай десеңіз де сөйлеу, сөз, әңгіме деген нәрсе өте бөлек болады видеомен салыстырғанда. Сол үшін яғни жасанды орта осылай қалыптасады. YouTube, Discord, Instagram, бәрі яғни өзіңіздің қолыңыздағы мынау тұрған телефонның ішінде бәрі бар. Тіл оқимын деген адам үшін қазіргі міне тап осы заман кәдімгідей уақыты, дәл уақыты, бүкіл ақпарат қолыңызда, барлығын жасай аласыз мүмкіндігінше. Сосын не? Google аудармашы бар, переводчик деген бар, Translator деген бар. Соны қолдана аласыз қалаған уақытыңызда. Қазір тіпті ChatGPT деген мәселе шықты. Ол да кәдімгідей үлкен көмек негізі аударма кезінде, өйткені дәлірек аударады ол. Осындай. Қаласаңыз сол ChatGPT-мен де негізі speaking дамытып сөйлеп, speak English деген сияқты қылып жасап, сұрақтар қойып, маған бір сұрақтар қойшы ағылшынша деп, сол мен де практика жасаңыз болады. Енді тіпті өте көп. Кәдімгідей менде нағыз оқимын деген адам үшін барлық жағдай жасалған қарасаңыз. Оның бәрі тегін оның үстіне. Сондай. Жалпы осы сияқты айтайын дегенім осы. Орта өте маңызды, сізді қалыптастырады. Сіздің ортаңыз қандай, сізде сондайсыз. Мысалы, жаңағы ислам шариғатымызда да хадистарда келген сияқты ғой. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан сияқты, жаңағы адам досының дінде деген сияқты сөздердің мағынасы да осыған келіп тіреледі. Ортаның маңыздылығы өте үлкен екені. Сондай адаммен бірге жүріңіз. Егер жеке оқи алмасаңыз, бір адамды тартыңыз. Болмаса видеоларда ютубтарға кіріңіз. Ютубқа кірген кезде сонымен қатар өзіңіз жақсы көретін қызықты тақырыптарға кіріңіз айтқандай. Бұны айтпай қойыппын ғой. Ютубта көрген кезде тақырыптарды өте маңызды мәселе. Өзіңізге ұнайтын тақырып көріңіз. Қазақша не көресіз, орысша мысалы көретін шығарсыз. Бәлкім не көресіз, сол нәрсені жай ғана ағылшын тіліне ауыстырасыз да, сол нәрсені ағылшынша көресіз. Сонымен қатар тағы бір мәселе, телефоныңызды мынау тұрған қолыңыздағы тілді ауыстырасыз, ағылшын тіліне ауыстырасыз. Бұл ең бірінші шарт. Ағылшын оқимын деп келген адам үшін жеке өзім бірінші айтатын мәселем сол тілді ауыстырыңыз телефондағы. Өйткені орта адам бейімделу керек, көз, құлақ бәрі үйрену керек тілге. Сол үшін осындай мәселелер, осындай әрекеттер жасалады. Жалпы осы. Орта қалыптасу керек. Орта қалыптаспаса бұл тіл жалпы тек қана осындай жаттанды бір ережелердің жиынтығы ғана болып қалады екен. Осылайша. Так, жақсы. Жалпы сөзім түсінікті деп үміттенемін. Арада байланыс болды ғой, түсінген шығарсыз деп үміттенемін. Түсінбей қалған болсаңыз, бір жерлер болып қалса, пікірге жазыңыз. Төменге әрқашан жауап беруге дайынмын әрине. Сұрақтарыңыз болса, әрбір жеке бәлкім бір жеке мәселеге байланысты бір жерлер түсініксіз болып қалған шығар деген сияқты. Сондай мәселе. Жалпы осы айтайын дегенім. Тағы да айтайын, бұл осы видеоларды мүмкіндігінше табиғи қылып жасауға тырысудамын. Яғни ешқандай қиып, дұрыстап, ешқай жерін жасамаймын. Неге? Себебі мүмкіндігінше жаңа айтқандай табиғи, шынайы болған қалаймын. Келдім, сөйледім, айтқанды айттым. Айта алмаған жерінде, тілім келмей қалған жерде тастамаймын. Қалай бар, солай саламыз. Бұл жайлы ойыңызды айтып қойыңыз. Осылай істеген дұрыс па, әлде қиған, ұстаған дұрыс па деген сияқты өзің қойыңыз. Ақпарат пайдалы болса, löпілдетіңіз, тіркеліңіз, иншалла, пікір қалдырыңыз. Бүгінше осы видеоға қатысты айтайын. Бүгінше осы, иншалла. Ассаламу алейкум.